Осы сабағымызда біз көлбеу жазықтық бойымен қозғалысқа арналған түрлі есептерді шығаруды үйренетін боламыз. Ең алдымен номері 100 есептен бастайық. Үстіндегі адамды қоса есептегендегі массасы 100 кг қолшана, биіктігі 8 метр, ұзындығы 100 метр төбешіктен сырғанап түсті. Егер төбешіктің етегінде шананың жылдамдығы 10 метр секунд және бастапқы жылдамдығы 0-ге тең болса, қозғалыстың орташа кедергі күші қандай деп сұрап жатыр. Алдымен берілген жазып алайық. Номері 100 есеп. Масса 100 кг. Биіктігіміз h 8 метр. Көлбеу жазықтың ұзындығы L 100 метр. Және де бізге беріп қойғаны көлбеу жазықтың етегіне келген кездегі оның соңғы жылдамдығы 10 болған, ал ол бастапқы жылдамдықсыз түсе бастаған, сырғанай бастаған. Енді бізге орташа кедергі күшті табу қажет. FK, кедергі күшті FK деп белгілеп қояйық. Енді бұл есепті шығару үшін біз кішкене суретін сызып алайық. Мысалы, мынау бізде жер. Мынау бізде көлбеу жазықтығымыз. Мынау көлбеу жазықтың биіктігі h. Мынау көлбеу жазықтың ұзындығы L. Қазір біз не қарап тұрмыз? Біз қазір тік бұрышты үшбұрыш көріп тұрмыз. Мынау жер, мынау бізде биіктік, екеуінің арасында бұрыш 90 градус. Енді бізге көбінесе жермен қандай бұрыш жасайды мынау жазықтығымыз, көлбеу жазықтығымыз. Осы бұрыш бізде альфа деп белгілеп қоямыз. Енді ары қарай, мысалы дене где-то мына жерде кетіп бара жатыр деп ойлайық. Мына массасы 100 кг шана төмен қарай сырғанап бара жатыр, пока жолдың ортасында, ол басында мына нүктеден бастаған, бастапқы жылдамдығы 0 болған. Шана келіп мұнда қоямыз, бастапқы жылдамдығы 0, жіберіп қаламыз. Ол жайлап өзі түсіп бара жатыр. Түсіп бара жатқан сайын оның қозғалысы қандай болады? Ол бірінші бізде үдемелі болады. Өйткені бастапқы жылдамдығы 0, ары қарай жылдамдығын төмен қарай түскен сайын жылдамдығы артып 10-ға жеткен. Егер бұл қозғалыс бізде үдемелі болса, демек бұл бізде Ньютонның екінші заңына арналған есеп деп уже ойлау керек. Ары қарай қазір біз былай жасаймыз. Массасы m дене, массасы m дене, а деген үдеуменен түсейін деп жатқаны белгілі. Көлбеу жазықтығымыз мынау болса, біз типа x ойшын осы жазықтың бойымен қойып аламыз. Мынау бізде x ойшы болады дейміз. Мынау емес, бізге мынау ойшының вообще керегі жоқ, пайдасы онша көп емес, чем мынаған. Дене қай ойшты, қай жазықта қозғалады, сол ойшты біз x ойшы деп алып алғанымыз дұрыс. Енді келесі біз ары қарай күшті жазуымыз керек. Мына m тең f-қа. Сонда массасы m дене a деген үдеумен түсіп келе жатыр, төмен қарай, былай қарай a деген үдеумен. Себебі енді осының себептеріне кірісеміз. Себебі оны төмен қарай тартатын бізде ауырлық күші бар. mg деген ауырлық күші бар. Енді біз көлбеу жазықты басып тұрмыз, ауырлық күшімен итеріп жатырмыз. Демек, тіректің реакция күші n бар бізде. Тіректің реакция күшінің бағыты байқасаңдар, көлбеу жазықтыққа жалпы перпендикуляр бағытта әсер етеді. Бұрын біз мысалы үйкеліс күшіне есептер шығарған кезде былай шығаратын едік. Қандай да бір дене массасы m, алға қарай f деген күшпен тартып жатырмыз, төмен қарай ауырлық күші, жоғары қарай типа тіректің реакция күші, вообще бұл күш мына жерден шығу керек. Пока бәрін бір нүктеден шығара салып тұрмын. Артқа қарай біз үйкеліс күші деп былай салатын едік қой, f үйкеліс деп. n, мына n-нің бағыты негізі жоғары қарай емес, ол мына жазықтыққа перпендикуляр бағытта әсер етеді. Біздің жазықтық пока былай тұр, сол үшін оған перпендикуляр тік жоғары әсер етіп жатыр. Ал біздің жағдайда жазықтық бізде қиғаш орналасқан. Демек, n соған перпендикуляр кішкене былай қарай қисайып жатыр. Осыны ескеруіміз қажет. Және де үшінші, егер ешқандай үйкеліс болмаса, ешқандай мынандай кедергі болмаса, осы екі күш қана әсерінен қозғалатын еді болып тұр. Бірақ бізде тағы да үшінші күш бар, ол бізде қозғалысқа қарсы F кедергі әсер ететін. Үш күш үш жаққа бағытталып тұр. Одан басқа пока ешқандай күш жоқ. Алға сүйреп жатқан басқа күш жоқ. Енді істейміз. Енді бізде қозғалысты қараймыз. Бізде x осінің бойында қозғалып жатыр. N бізде x осіне перпендикуляр. Сол үшін пока осы есепте, кейін алдағы есепте n-ді да табудың жолын қарастырамыз. Бірақ пока осы есепте біз просто n-ді 0-ге тең деп ойлаймыз.
x осінің бойында n x осіндегі проекциясы деп жазып қояйық сразу. Тек қана бізді алға қарай тартып жатқан, мына денені алға қарай құлатып жатқан ауырлық күші төмен қарай тартып жатыр. Бірақ оның өзі прям mg деп шығармаймыз, өйткені біз ауырлық күшін осы x осінің бойында проекциялаймыз. Ол деген сөз, мына басы x осінің бойында, соңын x осінің бойында перпендикуляр түсіреміз. Мына стрелка мұнда ма, енді стрелка мұнда түседі. Сонда f ауырлықтың x осіндегі проекциясы мына жер болады. Енді бізде мына бұрыш альфа болса, мына тік бұрышты үшбұрыш пен мына тік бұрышты үшбұрыш бізде екеуі ұқсас болады. Мынау үлкен үшбұрыш, мынау типа кішкентай болады. Енді мынау бізде екі сүйір бұрыш бар. Біреуі мынау, біреуі мынау. Альфа бұрыш бізде осы болса, мына тік бұрышты үшбұрыштың альфа бұрышы уже көрініп тұр. Мына үшбұрыш пен мына үшбұрыш ұқсас болса, мынау болады бізде альфа бұрыш. Мына бұрышты біз альфа деп белгілеп қоямыз. Енді біз мынау тік бұрышты үшбұрыштың mg деген гипотенузасы болып тұрады уже. Мынау альфа бұрышқа қарсы жатқан катет болып тұр. Сонда бізде қайда жазсам болады? Мына жерде ауырлық күшінің проекциясын ауырлық күшінің өзіне бөлсе, мына mg ғой. Ол неге тең болып шығады? Мына ауырлық күшінің проекциясы x осіндегі мынау альфа бұрышқа қарсы жатқан катет. mg бізде ауырлық күшінің өзі. Гипотенуза қарсы жатқан катетті гипотенузаға бөлсек, онда ол бізде синусты береді, синус альфаға тең болады. Сонда ауырлық күшінің проекциясын тауып алатын болса, ауырлық күшін көбейтіп жібереміз, синус альфаға болып шығады бұл есептен. Сонда ауырлық күшінің проекциясы тең болады ауырлық күші mg көбейтілген синус альфа болып шығады. Осыны жаттап аламыз. Енді сонда массасы m дене a деген нүктемен алға қарай қозғалып жатыр x осінің бойында, n-нің проекциясы пока 0, демек оны алға қарай сүйреп жатқан мына ауырлық күші. Соның проекциясы mg синус альфа, алға қарай тартып жатқан mg синус альфа. Енді қозғалысқа кедергі келтіріп жатқан, қозғалысқа қарсы, x осінің бойында қарсы, үдеуге қарсы бағытталған кедергі күш бар. Сол үшін минус f кедергі деп айтамыз. Енді біз осы формуладан кедергі күшті табамыз. Кедергі күштің өзінің алды минус. Осыны давайте теңдеудің сол жағына өткізейік. Теңдеудің сол жағында m-аны алды плюс қой, оң жаққа қарай минус өткізейік. Кеттік. F кедергі сол жаққа плюс болып өтеді. Өткізіп қоямын. F кедергі плюс болып өтеді. Тең. Оң жақта mg синус альфа бар. mg синус альфа. Енді m-аны біз қазір оң жаққа қарай өткіземіз. Минуспен өтеді. Минус m-а болып шығады. Мына кедергі күштің біз қазір формуласын шығарамыз. Енді бізде жетпей жатқан үдеу. Дене қандай үдеумен қозғалады. Енді үдеуді табу үшін ары қарай біз кинематиканы пайдаланамыз. А тең болады v квадрат бөлінген 2s деген формула шығарсақ. Дене мына бастан үдеу қозғалды, мына жаққа дейін келді. Қанша метр жол жүрді? Мына көлбеу жазықтың ұзындығы қандай? Сонша жол жүріп жатыр. Мына біздің жүрген s жолымыз как раз 100 метрге тең болады қазір. Мына жерде негізі v квадрат минус v нулевой квадрат болу керек, бірақ көріп отқандай бастапқы жылдамдық 0, сол үшін мұны жазбай ақ қойсақ та болады екен. Так, сонда v бізде 10, 10-ның квадраты 100, 2s бізде 100 метр, 100-100-ге бөлеміз, 2-ден 1 қалады, 2-ден 1 ол 0,5. Үдеу бізде 0,5-ке тең болып шықты, қазір оның бәрін мұнда кеп қоямыз. Бізде тағы да белгісіз болып тұрған мұна синус альфа. Ол синус альфаны біз қайдан шығарамыз? Синус дегеніміз жалпы не? Синус дегеніміз ол қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Мына тік бұрышты үшбұрышта, мына альфа бұрыштың синусын табу үшін қарсы жатқан катет, мынау биіктігімізді көлбеу жазықтың ұзындығына бөлсек, синус альфа шығады екен. H бөлінген L деп тауып аламыз. Сонда синус альфа бізде 8 бөлінген 100, 0,108. Синус альфа тең болады 0,08 деп қоя саламыз. Кеттік. Енді осы есептарға шығаруға кірсек, f кедергі тең болады масса 100, мына масса g оңға тең, көбейту синус альфа бізде 0,108, азайтылған m 100, үдеу бізде 0,15 болып шықты, 0,15 тең, мұнда жалғастыра берейін. Так, мынау қанша болады? 100,08, 8, оңға көбейтеміз 80, азайтылған 100,05-ке өтеміз 50. Сонда 80-ні 50-ді тастаймыз, 30 өлшем бөлігі ньютон болып шығады. Сонда осы қозғалыста біздің кедергі күшіміз 30 ньютон болады екен деп айтамыз. Ары қарай келесі есепке өшеміз. Келесі есебіміз номері 102.
Массасы 2 кг денеге көлбеулігі 30 градус жазықтық бойымен жоғары қарай бағытталған 20 ньютон күш әсер етеді. Егер дене мен көлбеу жазықтық арасындағы үйкеліс коэффициенті 1/3-ке тең болса, дененің үдеуі қандай деп сұрап жатыр, және жақшаға синус косинустардың мәндерін беріп қойыпты. Және мұнда суретін қазір саламыз. Так, бірінші берілген жазып алайық. Массасы 2 кг дене. Альфа бізде 30 градус. 20 ньютон күш әсер еткен. Үйкеліс коэффициент мю 1/3 болып тұр. Синус 30, косинус 30 градус мәндерін білеміз. G-ді 10-ға тең деп беріп қойған. Так, енді суретін сайық. Бізге дененің үдеуі қандай деп сұрап жатыр. Так, сурет былай. Так, мына биіктікті 2 деп қойған, былай стрелка қойып қойған, 2 метр, пока осы просто 2 дей салайын. Мына бұрыш бізде 30 градус. Так, жүк міне тұр, 2 килограмм. Оны F деген күш жоғары тартатын. Жоғары болғанда тура осы жазықтықтың бойымен тартып бара жатыр екен. Енді осының біз үдеуін табуымыз қажет. Ең бірінші не істейміз? Үдеу сұрап жатыр, демек Ньютонның екінші заңы шығар деп ойлаймыз, өйткені үдеу бар, үдеу сұрап жатыр. Так, не істеу керек? Міне массасы м дене, алға қарай үдемелі қозғалып бара жатыр. Так, енді қаққа қарай қозғалып бара жатыр? Осы жазықтың бойымен, демек осы жазықты біз x ось деп қабылдаймыз, осы осьтің бойын. Так, бұған былай жасаймыз. Міне массасы м дене, А деген үдеумен қозғалып бара жатыр. Тең, себебі мына жаққа қазір күштерді жазып. Қандай күштер әсер етеді? Мына күш алға әсер етеді, мына күш артқа әсер етеді, мына күш былай әсер етеді деген сияқты. Енді біз осы денеге жалпы әсер ететін күштердің барлығын бір нүктеден проекциялап шығарып көрейік. Пока F күшіміз бізде мынау, суреттегі күштің бағыты мынау. Пока осы стрелканда біз кішкене былай жылыстыруымызға болады, жылыстып көрейік. Бірінші, давайте күштердің барлығын осы жазықтықтың бойынан ала салайық. Мына кішкене мына жерден емес, кішкене мынау жазықтықтың бойынан алған ыңғайлырақ болады қазір бізге. Ең бірінші қандай күштер әсер етеді? Мына F күшіміз, мына жерде тұрған F күшіміз осы жерден әсер етеді. Мынаны алып келеміз, мұнда параллель көшіре салайын. Мына денені алға қарай осы F деген күш тартады. Пока ана күштің өзін өшіре салайын енді. F күшті әкеп, мұнда қойып қояйын. Массасы м денеге осы нүктеден әсер етегірсін. F күш алға қарай тартады. Тағы да қандай күштер әсер етуі мүмкін? Соны ойланамыз жалпы. Қандай күштер бар әсер ете алатын? Соларды қарасамыз. Архимед деп қойып жүрмейді, өйткені бұл судың астында тұрған жоқ. Оны кері қарай итеріп шығаратын ешкім жоқ. Ауаның архимед күшін шартты түрде ескермейміз. Өте азғантай дейміз. Так, төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. Өйткені ол жердің бетінде қозғалып бара жатыр. Оны мысалы егер біз қандай да күшпен тартып бара жатырмыз, жіберіп қалсақ, бұл артқа қарай сырғанап кетеді. Демек, бұны төмен қарай тартатын қазір бізде ауырлық күші бар. F ауырлық деп қояйық. Ол бізде mg-ға тең. Енді біз жоғары қарай сүйреп бара жатырмыз. Мына дене мына жазықтың бойымен сырғанап бара жатыр. Демек, қозғалысқа қарсы бізде үйкеліс күші бар. Міне қозғалысқа қарсы, мына нүктеден бастап былай қарай бізде F үйкеліс бар. Деп қоя салайын, үйкеліс күші бар. Және біз массасы м дене төмен қарай ауырлық күш әсер етеді, мына жазықтықты төмен қарай қысады. Демек, жазықтықтың тарапынан кері қарай тіректің реакция күші әсер етеді. Тіректің реакция күшінің бағыты жазықтыққа перпендикуляр, міндетті түрде жазықтыққа перпендикуляр болу керек. Енді байқап атсақ, осы бір денеге бізде қазір 4 күш әсер етіп жатыр. Демек, мына денені алға қарай сүйреп жатқан F күшіміз 20 ньютонға тең. Төмен қарай ауырлық күші, артқа қарай үйкеліс, жазықтыққа перпендикуляр бағытта жоғары қарай м тіректің реакция күші әсер етіп жатыр. Демек, массасы м денеге А үдеу беріп жатқан как раз бізде осы 4 күш бар. Бірақ біз осы үдеудің бағыты бізде мына жазықтықтың бойымен. Демек, біз қазір осы 4 күшті де жазықтықтың бойына проекциялаймыз. X осінің бойымен, X осі деп алып мына осьті 4 күшті де X осінің бойында проекциялаймыз.
солардың проекцияларын жазып шығуымыз керек екен мына жерге. ма тең дейміз дағыны негізі форма по идее былай болу керек. F міне үдеу ғой. Міне F қосылған N қосылған ауырлық күші қосылған үйкеліс күші дейміз дағыны. Байқасақ барлығының төбесінде стрелкалар тұр. Бұл бізде осы 4 күштің векторлық қосындысы деген көрсетеді. Бірақ біз дәл осылай жазып ешқандай есеп шығармаймыз. Біз бұл векторлардың барлығын енді жалпы мұғалімдер түсінуі мүмкін, жалпы физиктер түсінуі мүмкін, оқушыларға енді бұл ауыр тиіп кетеді. Не болып жатыр мына жерге? Сол үшін біз бұлай жасамаймыз. Біз бұлай жасамай қояйық. Біз бүйтеміз. Егер бұл формуланы массасы м дене а деген үдеумен қозғалады. Себебі деген кезде именно алға қарай сол үдеудің бағытына тартылған күштерді плюс қылып жаза береміз. Үдеудің бағытына қарсы бағыт алып тұрған күштерді уже көрініп тұр суретте. Минус таңбасымен шығарып кете береді екенбіз. Сонда скаляр түрде егер вектор қарсы болса, уже азайтылатынын білеміз. Егер екі күш қарсы болса, бір-біріне азайтылады. Енді бұл жерде просто олардың бағыттары да әртүрлі болып тұр. Соны абайлау керек. Міне қараңдар, x осінің бойында f күштің өзі тура тіке бағытталған, соның арасында бұрыш 0. Сол үшін f күштің таза өзін жазамыз. Өйткені f күш x осінің бойында әсер етіп жатыр. Ал енді x осінің бойында қарсы бағытта алып жатқан үйкеліс күші минус азайтылған f үйкеліс дейміз. Енді ауырлық күші де вроде x осінің бойында қарсы бағытта алып жатыр, бірақ оның бағыты уже кішкене былайырақ, қандай да бұрышпен бағытта алып жатыр. Сол үшін біз қазір ауырлық үшін x осінің бойына проекциялап, соның проекциясын жазуымыз қажет екен. Жаңағы 100-ші есепте біз оның проекциясын жаздық, қандай болатын. Енді тағы да бір түсіре салайық проекциясын. Міне перпендикуляр түсіреміз. Перпендикуляр түсті. Стрелкадан түсірдік қой. Демек стрелка мында. Міне ауырлық үшін проекциясы ол мынау ғана. Сонда бізде қазір мынандай тік бұрышты үш бұрыш пайда болып тұр. Ол мына үш бұрышқа уже ұқсас болады. Демек мына бұрыш 30 градус болса, бізде мына бұрыш тоже 30 градус болады. Сонда мына тік бұрыш бұрышына қарсы шыққан катеті керек бізге. Гипотенуза мына ауырлық күшінің өзі. Сонда қарсы шыққан катетті табатын болсақ, минус mg синус альфа деп уже ауырлық күшінің өзін қоямыз. Енді n-нің орнына не қоямыз? n x осіне перпендикуляр. Сол үшін n-ді просто 0 деп ала саламыз. Перпендикуляр ол x осінің бойында алға, артқа қозғалуына әсер етпейді. Бірақ n-нің де қазір рөлі бар. Себебі мына формуланы қазір ашатын болсақ, f азайтылған үйкеліс күшінің формуласы ол μ n. Негізгі үйкеліс күшінің формуласы ол μ n. μ g емес. Минус ауырлық күшінің формуласы mg синус альфа болып шықты. Енді бізде n жоқ. n-ға не қоямыз деген сұрақ. n-ді табу үшін біз осы қозғалысты тағы да осы қозғалысқа тағы да y осін қосуымыз қажет. Мынау бізде x осі болса, демек y осі осы x осіне перпендикуляр бағытта алу керек. Мына ось бізде y осі болады қазір. Так, мына ось бізде y осі болып тұр. Енді біз бұлардың барлығын y осіне проекциялаймыз. Мына y осі бойымен проекциялаймыз қазір. Y осі бойынша жоғары бағытта алып жатқан күш мына n. Мына n-нің өзі. Тең болу керек. Енді қараңдар, ол не үшін тең болу керек? Себебі мына дене y осі бойынша жазықтан жоғары көтеріліп кетіп, жазықтан төмен қарай түсіп жатқан жоқ. Мына ось бойынша ол жоғары төмен қозғалмайды. Ол тек қана y осінің бойында осы жерде ғана осылай қозғалады. Мына уровеньнен іш жаққа қозғалған жоқ. Демек y осі бойынша жоғары қарай тартып жатқан күштер мен төмен қарай тартып жатқан күштер бір-біріне тең деген сөз. Сол үшін n жоғары қарай тартып жатыр. Басқа ешқандай күш жоғары тартпайды. F күшіміз y осіне перпендикуляр. Сол үшін f-тің мәні просто 0. Y осіне ешқандай әсері жоқ. Төмен қарай тартып жатқан бізде ауырлық күші. Бірақ біз ауырлық күшін қазір y осінің бойына перпендикуляр түсіреміз. Проекциялаймыз. Мына ауырлық күшін мынау, бірақ оның проекциясы мына жер ғана болады. Сол үшін мынаны біз перпендикуляр түсіреміз. Былай қарай. Ауырлық күші мына. Біз оны y осіндегі f ауырлықтың y осіне проекциясын аламыз. Так. Ауырлық үшін y осіне проекциясы қайсы болады? Мынау 30 градус болса, демек бізде мына бұрышта 30 градус болып шығады. Мынау бізде іргелі шыққан катет болады. Сонда мына іргелі шыққан катетті табу үшін, мына іргелі шыққан катетті гипотенуза бөлсек, ол бізде косинус 30 шығу керек. Сонда мынаны табу үшін бізде ауырлық күшін көбейтеміз косинус альфа бұрышымызға. Болды. Үйкеліс күшінің бағыты ол x осіне қарама-қарсы. Сол үшін үйкеліс күшінің бағыты ол y осіне перпендикуляр. Сол үшін оның да әсері просто 0-ге тең болады.
Сонда y осі бойынша әсер еткен күштер біреуі ауырлық күші, былай. Негізі ауырлық күшінің бағыты тіке төмен тұғын, бірақ ол проекция соның мынау болып шығады. Және жоғары қарай бағытталған n. Осы екеуі ғана болады. Осы екеуі бір-біріне тең болғандықтан бұл y осі бойынша жоғарыда төменде қозғалмайды. Y осі бізде мына. Сол үшін мына екеуі бір-біріне тең дейміз. Сонда жаттап алу керек нәрсе бізде мынау болады. Көлбеу жазықтықпен қозғалған кезде тіректің реакция күшін mg косинус альфа деп жаттап аламыз. Егер күш прям осы x осінің бағытында тартатын болсақ негізінде n mg косинус альфа болады. Және ауырлық күшінің проекциясы біз уже көріп тұрмыз, mg синус альфа деп жаттап аламыз. Егер біз осы екеуін жаттап алсақ, екі формуланы ары қарай барлығын осы формулаға салып кете береміз. Мына жобасы былай сонда. Формула мынаған келді. Мына x осыны сызып аламыз. Дене қайда қарай үдеп бара жатыр? Жоғары үдеп бара жатыр ма? Сонда идея былай. Массасы m дене a деген үдеумен үдеп бара жатыр. Себебі оны f деген күш жоғары қарай тартып жатыр. Ал үйкеліс күші всегда қозғалысқа қарсының көрінді ме? Артқа қарай тартып бара жатыр. Бұны үйкеліс күшіміз. Ал ауырлық күші де вроде төмен қарай тартады. Затты жоғары қарай көтеру қиын ғой, себебі оны ауырлық күші жерде оны төмен қарай тартуға тырысады. Сол үшін ауырлық күші де біздің қозғалысқа пока қарсы. Бірақ ауырлық күшінің формуласы уже mg синус альфа деп айта береміз. Енді осы формулада n-ді әкеліп орнына қояйық, мынаны әкеліп орнына қойсақ, сонда массасы m дене a деген үдеумен қозғалады. Себебі оны f деген күш алға тартып жатыр. Үйкеліс күшінің формуласы μ, n-нің орнына mg косинус альфаны қойып жібереміз. mg косинус альфа мына үйкеліс күші артқа сүйреп жатыр. Мынау сонда үйкеліс күшінің формуласы болып шыға салады. Минус ауырлық күші де оны төмен қарай тартуға тырысып жатыр. Мына. Сонда біздің f деген алға тартып жатқан күшімізге қарсы екі күш бар. Біреу үйкеліс бар, біреу ауырлық күші бар. Екеуі де бізді тежеуге тырысады. Сол үшін жоғары сүйреген бізде қиындау болады екен. Осы жерге жазып қойсақ болады. Мына үйкеліс күшінің формуласы мына көлбеу жазықтық бойымен қозғалған кездегі үйкеліс күшінің формуласы μ mg косинус альфа деп жазып алсақ болады екен. Сразу n-нан мынау шықты. Үйкеліс күші, ауырлық күші. Осы екі формула жаттап аламыз. Алдағы есептерде есеп шығару жеңіл болу үшін сразу осы формулаларды бірден қойып кете береміз. Мына массасы m дене a деген үдеумен қозғалады. Себебі f деген күш алға сүйреп жатыр. Мына f деген күш алға сүйреп жатыр. Үйкеліс пен ауырлық тежеп жатыр. Болды. Енді осы жерден қазір үдеуді таба саламыз. Үдеуді табу үшін мына массаны ар жаққа бөліп жібере саламыз. Бітті. Сонда a тең болады. Так, массаны бөліп жібердік. Үстінде мыналар бар. f минус μ mg косинус альфа минус mg синус альфа. Ал енді біздің соңғы формуламыз осыған келді. Мына соңғы формуламыз бізде осы. Осы формулаға салып біз қазір есеп шығарып кетеміз. Сонда барлық қандай да бір күшпен массасы m затты біз a деген үдеумен жоғарыға сүйреп жатсақ, формула осымен шығарып кетесек болады екен. Соңғы формуласы осы. Так, енді осы жерден үдеуді таба бастайық. A тең болады. F бізде 20 ньютон, 20 минус μ түбірасты, так, μ 1 бөлінген түбірасты 3, 1 бөлінген түбірасты 3, массасы бізде 2 кг, g бізде 10-ға тең, косинус альфа бізде түбірасты 3 бөлінген 2 болады, минус масса 20, так, масса бізде 2, g бізде 10, синус 30 градус, так, синус 30 градустың мәні бізде 0,5 деп ала салайық. Есептің белгілі еткен синус 30 0,5 дей салған, 2-ден 1 десек те бола береді. Масса бізде мына 2. Енді осыны есептейміз. Бірінші неден бастайық? Бірінші мына жерден бастайық. Бөлімде түбірас 3 бар. Араларын бәрі көбейту. Мына жердің өзін алып қарастырамыз. Бөлімде түбірас 3 пен мына алымда түбірас 3 бір-бірімен қысқарады. Түбірас пен түбірас кетеді. Так. 2 мен 2 кетеді. Мына 2 мен мына 2 қысқарады. Сонымен мұнда 10 қалады. Так, мына жерде 2 көбейту 10 көбейту 0,5. Мына жердің бәрін қоссақ, мына жерден 10 шығады. 2-ні 10-ға өтеміз. 20, 20-ны 0,5-ге өтеміз 10. Минус 10. Мына жерден де минус 10 шығады. Сонда 20, минус 10, минус 10. Үстінің барлығы 0 болып шығады. Үстінің барлығы, сонда 20, минус 10, минус 10 болып шығады. 20-ны 10-ға өтсеңіз 0, 0-ді 2-ге бөлеміз, в общем 0 болып шығады. Сонда біз мына денені қандай үдеумен көтереміз десек, ол үдеу 0-ге тең болады екен. Оказывается, бұны біз значит, бір қалыпты көтереміз деген сөз. Үдеу просто 0-ге тең болып қалды бізде. Так, осымен есебіміз аяқталды.